барлық категориядағы іс-бермелерге мейманхана құру үшін кредиттер ажыратылады. Өзбекстан Республикасы президентінің іс-бермелермен 5-ші ашықтан ашық сөйлесуінде белгіленген вазифаларды әмелге асыру илажлары хақындағы президент фарманы қабыл етілді. Фарманға бола 2026 жылдан төмендегілерді нәзірде тұтушы туризмді рауажандыру бағдарламасы енгізіледі. Соның ішінде 2026-2027 жылдарда коммерциялық банклер тарапынан барлық категориядағы іс-бермелерге мейманхана құру үшін 7 жыл мүддетке шекем төмендегі модарларда кредиттер ажыратылады. Уәлаят орайлары, Ташкент һәм Нүкіс қалалары, туризмге қанегелескен район қалаларда құрылып атырған мейманханалар үшін 30 миллиард сомға шекем, басқа аймақтарда 10 миллиард сомға шекем. Әр жылы туристердің ең көп ітібарына ие болған һәм абырайлы халықаралық платформаларда құналыны тән алынған жайластыру құралдарын анықтау һәм сыйлықтау бойынша сыйлық қоры 1 миллион ақш долларына тең таңлау өткеру. 2026 жылдан баслап мемлекеттік көшпес мүлікті ижараға беру мүддеті 3 жылдан 5 жылға шекем арттырылады.